жұптарымыздың мәселесін шешіп алайық әуелі. Не болып жатыр? Ешқандай да ешбір адамға бір ренішім жоқ, барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Бірақ үйде барған жалғыз боламын ғой енді. Өзімен өзім ойланамын, үйге барған көп ешкіммен сөйлеспеймін. Ойымның барлығында почему-то Бексұлтан мені жақсы көрмей тұрған сияқты болып тұрады. Ішімнен сөйтіп ойлап, қорқынышым сол болады да. Өз-өзіме сұрақ қоям. Жоқ, Галина, неге жамандық шақырып олай ойлай бересің? Қолынан не келеді? Маған қандай көмек керек? Жылулық керек па? Внимание керек? Барлығын беріп жатыр маған, бірақ ішінде сондай қорқыныш ойыма келеді де тұрады. Және ол жүзімде де көрінеді. Мысалға, мен неге ол сұрақты қойдым? Өйткені соңғы күндері Галинаның жүзі мынандай. Сөйтсе ішінде осындай қорқынышы бар екен, Бексұлтан. Бұл нәрсені білемін. Өзінен де мен андай қайта-қайта сұрай берсем, бір өзім жексұрын көрсеткімді келмейді да. Мен всегда айтамын, давай болашаққа не істейік, қадамдар жасайық, реттейік, дұрысталайық. Сен поддержка бер, мен істеймін. Саған поддержка керек па? Мен мысалы істеймін. Өзі де айтып отыр. Нама алып не істейтін болса, мен айтамын, давай былай түсірейік, былай істейік, былай істейік. Өткен кеткен дүние өтті, қалды. Все, оны таста ар жақта, есікті жап. И ойланып қалады. Бағанада келдік, байқаған шығарсыздар енді, мына жақта отқанда да. Кішігірім ойланып кетеді. Қайта-қайта битейін деп сөйлейін десем, мен тағы жаман болып қаламын ба деп. Иә, мен де мысалы әулетімде бір ситуациялар болады. Ол нәрселерді Қарым-қатынасқа араластырмаймын, жұмысыма араластырмаймын. Қатысушыларға келіп, мен ол нәрсені айтып, мен настроениемді бұзбаймын. Айтпайды, жұмбақ, міне мен құлпым, мынау кілт өзінің ішінен тауып ал дейді ғой. Бір жәшік кілт саған ішінен тауып ал. Ал машина есігін ашып бара дейді ғой. Мен айтамын, айт осы нәрсені. Ортаға шыққанда да айт. Бәрі жақсы деп, ол керек емес. Ертең сыртта біреу көріп қалса, айтады, енді екеуі кино ойнап жүр, әлде қалай болып жүр? Айт десем, білмеймін, қорқыныш не. Фук, дальний фары өшеді, ближний фары жанады да, сонымен естіп отырып қалады. Галина ондай болмаған, ішімдегіні тап дейтін адам болмаған, бірақ шынымен де көзінде оты сөніп бара жатқан, оны барлығымыз байқап жатырмыз да. Мен сендердің жұптарыңды жақсы көремін, біз ұрысып қалсақ та, мысалы жаңа біз Бексұлтанмен ұрысып қалдық, и маған сыртта келеді, бот ренжіп қалған жоқсың, мән бермей қойшы оған дейді да. И маған ұнайды осы нәрсе, сендерде бұл жерде Галинада сезім бар, Бексұлтанда сезім андай интерес болды да басында андай. Сосын резко өшті. И қосылды коммерция. Себебін мен былай просто так оймен айтып жатқан жоқпын да, менің ойыма келіп жатқан догадкаларына бар. Жұпсалардың алдында осындай интригалар жасап жүрген кезде крупный суммада реклама алдың ба? Алдың. Өлеңді шығардың ба? Шығардың. Тұсаукесерін жасап алдың, мысалыша релиз жасап үлгердің уже. Барлығы бір коммерцияға алып келе жатыр деп мен ойлаймын. Галина, сен оны қабылдамайсың, мен оны шындық осы деп ойлаймын. Бекіш, шынымен де ер азамат болып, қазір барлық шындығын айтып отыр. Мен сеніп отырмын толықтай Бекішке. Галинаның іс-әрекетін мен екі тарапқа бөле аламын. Немесе шын қыз баласы шын қатты ғашық, болмаса маған көңіл бөлші деген бір манипуляция. Бір нәрсе ішінде проблема бар ма, Галина? Оны шынымен де ғашығынан айту керек. Или осылай тақана жасырып отырсаң, Бекіш тақанса сөйтіп сенің артынан қазып өте береді. Ол дұрыс па, Галина, мысалы, сен бір махаббатқа лайық емес адам емессің, сен әдемісің, фейкнаясың, сен любой адамның махаббатына лайықсың. Бірақ сен неге сол махаббаттан жоғалтуға қорқасың? Бұл өмір болуы мүмкін, айырылысып кетулері мүмкін. Осындай состояниемен жүретін болса, меніңше айырылысуды сен қабылдай алмай, өте қиын состояниеға баратын сияқтысың. Басында Галина ұшып жүрген болатын, өте прям бақытты болып, күшті болып, нағыз прям жақсы көретін адам екен көрініп жүрді, бірақ қазіргі ондай Галина жоқ, басында ұшып жүрген. Қазір Галина таппай қалды да, мысалға, көз андай сөніп жатыр, шынымен де оты. И бір күмәні бар сияқты Бекішке деген шынымен де. Жоқ, маған қасында Бексұлтан болса болды, бірге тамаш келеміз. Мен соған үйреніп қалғам ғой. Эфирге таңертең келеміз, шығамыз, бірге жүреміз. Мен айтып тұрмын ғой, ешқандай жаңа айтып жатсыздар, көзінен оты сөнді, анау-мынау деген сияқты. Бексұлтанға деген махаббатыма байланысты, или сезімдерге байланысты ондай от емес. Іште үрей сол нәрсе. Мен қазір сондай адам болып кеттім. Как будто мен ортаға шығып айтсам, осы болып жатқан дүниені Бексұлтанды түсірген сияқты болып көрініп қалмайын ба? Лучше осылай айтпай қояйын, өз-өзіме жұмыс жасайын деген сияқты. Менде іштегі сондай ойлар. Бекіш сені қатты ұнататын, оны барлығымыз да білеміз. Тек қана Галина жақтан емес, Бекіштікі сенікінен де көбірек сияқты. Саған деген жаңағы поддержкасы. Былай қарасаң, егер де ішінде ешқандай бір әрине сезімі сенікінен жоғары екені ол белгілі да. Не үшін өзіңе сол сұрақ? Сенімсізсің. Жауап бере алмайды. Галина осы уақытқа дейін жылап жүрді ғой. Енді бағалайтын жігіт келді, енді отношения жақсарады деген кезде Галина осылай солып бара жатыр да. Қабат жану үшін екі жақтан да тырысу керек. Сен өйстіп солып, өзіңді де жоғалтып аласың, қасындағы Бекішті де скучный болып жоғалтып аласың. Егер жігіт баласы қызды өзі сөндірген болатын болса, ішінде бір ұят болады андайға. Мен сөндіріп қойдым ғой деген сияқты. Қыз өзімен өзі бара-бара сөніп бара жатырса, жігіттер сендерге ол қызық болмай қалмай ма? Мен оған ұнау үшін жақсы болуым керек дей берген қыз сендерге қызығын тез жоғалтып алмай ма жігіттер? Бір моментте болады, мен қайта
сұрай берем иә. Мен үшін отношенияда екі адам күресу керек, бір адам емес. Керек ыстықты да суықты да көру керек. Мен бір сұраймын, екі сұраймын, сұрамаймын кейде. Бір рет айтып қоямын да, ойлап қоямын, тағы қайта сұрасам, қазір екеуміз сәт бір сөзге келіп қаламыз. Мен үшін екі адам күресу керек. Мен де саған оны басында ескерткенмін. мен күреспей жүрмін ба? Жоқ, мәселе менің тарапымнан сені жабу болып жатса, тіке айт маған ашық. Іс-әрекетің мені өшіріп тастап жатыр. Сенің қасында мен өшіп қалып жатырмын. Мүмкін мен өзіммен жұмыс жасайтын шығармын сол нәрсемен. Ал сен айтпағаннан кейін мен қайдан оны білемін? Өзінен сұрасам тағы да бір қайта давит етіп отқан сияқты адам болып көрінемін ба деп. Мендегі айтатын нәрсе просто бір күні мен де қатты ренжіп қалуым мүмкін. Жігітте де жүрек бар ғой. Просто жаңа бот айтып отырсыз, шаршап кетесің ғой кәдімгідей. Осы нәрсе маған да қажет па? Деген сияқты ашыл деймін, айт деймін. Мен саған мүлдем ренжімеймін. Мен саған сен маған келіп, Бексұлтан сен мынандай нәрсең мен дұрыс емес қылып жатыр десең, мен оған қайта қуанамын. Сен өзің жұта берсең, сен жоқ болып кетесің өзің. Қазірдің өзінде қарашы маған қалай ренжіп қарап отырсың, мен не деймін? Сәл бірдеңе айтсам ұнамай отырмын. Жоқ, ренжіп ештеңе айтқан жоқ, тыңдап отырмын. Тоқтаңыздар. Мен ешқандай қазір ойланып кетіп отырсың, сенде отключка болып отыр. Жоқ, мен тыңдап отырмын, просто ойыңды жаңа менің айтқан кезде мен тыңдадым. Білесің ба қазір қалай тыңдап отырсың сен? Айтпадың ғой осы нәрселерді. Уже сен жаман кетіп жатсың мен туралы. Потому что мен уже қазір қорқып отырмын. Ренжітіп аламын ба сені деп. Бір мінез бар сенде. Бәрі де білетін шығар. Тырс бетке айта саласың да 5 минуттан кейін ол басылады қайтадан. Мен оны білем беске. Сөз айтуға қорқып қалатын сәттерің көп болатын сияқты. Мен жаңа өзінде бүйтіп отырдым да. Ол Бексұлтанда емес, Камилаға керісінше менде сондай болады. Галина ана көзқарасты қараған көрген кезде менің өзім қорқып отырмын мына жерде ойбай. Галина қара, сен қазір Бексұлтан саған жаңағын айтып жатқан кезде сен тыңдап отырмын деп тұрсың ба? Сен кәдімгідей бар ғой, ол көзқарасты сипаттау мүмкін емес, оны көруге және түсінуге және сезінуге болады. Қазір де мысалға кімге қарадың? Көзбен сояды екенсің, Галина. Солай ма, Бексұлтан? Сонда сен мені қазір түсіріп отырсың ғой мына жерде, иә. Сен болсаң сөйлеп жатсың ба? Деген көзқарас ол. Екеуміздің бір ұқсас жерлеріміз бар екен. Көп ойланамын, кішкентай мелочьті. Мен күні бойы, түні бойы, жылдар бойы ойлап шығамын. Менің сондай әдетім бар. Мнимая деп айтады ғой, яғни ойлана берем. Екеуіңіз ұрсып отырсыздар, мен бүгін түнде соны ойлап шығуым мүмкін. Көп ойланамын мен. Мысалға Медина жылап жүрген кездер мен түн ұйқым бүкіл бөлінген кәдімгі. Содан кейін Ботаны да ойлап жүретінмін бір кездер. Мен сондаймын. Сен де сондай екенсің. Керек емес картиналарды көз алдыңа жібере бересің, және бұл дүние бітеді жақын арада деп ойлана бересің. Өте дұрыс емес, бұл екеуміздің минусымыз. Бос жіберу керек. Бос. Қарым-қатынасты құртып аласың бұлай жалғастыра беретін болсаң. Бірақ екеуміздің айырмашылығымыз да бар екен. Көзбен сойып үндемей отырмаймын. Мен қазір не айтқым келіп тұр, мен жайып салам бәрін. Ол менің жан жарыма да қиындау шығар енді ол жағынан, бәл кім біледі енді. Менікі де қате, сенікі де қате қазір істеп отқаным. Сөйлесу керек. Қарым-қатынас деген сол, сөйлесе алу. Яғни бір тарап қана сөйлей берсе, жақсы нәрсе шықпайды одан. Айта салсам бола ма? Бір рет көріп қалдым да. Айтсайшы. Не айтам? Нақты сені ренжітіп жүрген сәттері бар ма Бексұлтанның? Содан басталады әңгімелесу деген. Ұрсып кетпеңіздер. Барлығы көңілінен шығады, барлығы нормально, барлығы ұнап жатыр. Ішімде сондай ой, ол ойды мен қазір ойламайын десем, бірақ өмірде Бексұлтанның маған жасап жатқан іс-әрекеттері сол нәрсеге қарама-қайшы да. Бірақ мен ойлай берем. Сосын уже қазір мен андай болып бара жатырмын, абьюзер болып бара жатырмын. Иә, байқадым. Өзім кішкене тек Бексұлтан барып, Ботаны ұстап қалса, Майраны ұстап қалса, Аминаға бүйтіп саусақ тигізетін әдеттері біреуге саусағы тиіп кетсе де, мен іштей жылағым келіп, нервім ұстап, уже сондай болып бара жатырмын. Галек абьюзер. Бұл мәселені қалай шешеміз? Просто как барсың? Солай шығар деп отырмын. Енді мен солай отырмын. Сондай нәрсе сезініп жатырмын. Сондай нәрсе болып жатыр. Мен сонда қазір эфирде айтпайсың да сыртқа шығып айтасың ба маған? Ертесі ортаға келейік тағы да сұраған кезде, бізде бәрі жақсы, күшті. Мен біліп тұрмын қазір сен қалай ренжігенін. Сен қазір бүйтіп тұрсың, қарашы, тыңдашы. Мен сөйлеп жатырмын саған, айтып жатырмын. Мен былай көрініп жатырмын қазір. Как будто мен қазір сөйлеп, мен қазір Бексұлтанды сыртқа шыққаннан кейін халықтың көзіне былай көрінемін. Сен жауып тастайтын адам сияқты көрінемін. Мына эфирменен ар жақтағы өмір бір ғой екеу. Қазір айтшы маған не ұнамайды менен. Мен саған ешқандай, мына жерде ешкімге жамандатқызып жатқан жоқпын ғой мен. Мен сенің қандай бар, сол нәрсеңді айтқым келіп жатыр. Не үшін жылап жатсың сен? Сен ғой енді маған. Не болды? Маған осындай ұнайды. Енді мен маска киіп жүрген ештеңем жоқ қой енді.
осыны шығармайсың ба деймін да, сыртта мен өзгеріп жатқан жоқпын, просто әйел ойланып адам жатырмын білесің ғой, сондай. әйел адам осыны ішінде сақтап жарылады, нерв болады, ол содан кейін ол салмақ қосады, ол өз-өзін жек көріп кетеді. Қазір қатысушылардың ешқайсысы саған келіп ойбай деп сынап қарап отқан жоқ. Маған бұрынғы тема, бұрынғы жіберіп жатқан қазір нәрселердің ешқайсысы қызық емес. Адам ұнап тұрса ештеңеге қарамайды, маған қызық емес. Видео жіберіп жатсыздар, құрметті көрермендер. Маған басқа жаққа жіберудің қажеті жоқ. Қазбаласам қарасы шығады, менің де қарам шығады, қазбаласам. Мына жақта да бәріміздің қарамыз шығады. Араласқың келе ма, адамның ақ жерін алда, солайынан қабылдап өзін араластың. Жіберіп жатқан адамдар сіздерге ешқандай ренішім жоқ, просто айтарым, біздің әп-әдемі, сіздер кәдімгідей кедергі болып жатсыздар. Сіздер онымен күшті бақытты болып кетпейсіздер. Мен просто келдім де айттым, ол дүниені мен өзім қабылдадым. Қателікпен болған нәрсе кімде болмайды. Сіз жіберіп отқан кісінің мысалы баласында болуы мүмкін. Маған қызық та емес, просто маған ашылып жылағың келсе жыла, ренжігің келсе ренжі. Халық көрмей ма сол? Мен ер жігітпін ғой, мені мойнымда қыларқан шірмейді, ол мен ойлай берсін, мен абьюзер деп ойлайсың, мені қазір сыртта ойбай жауып тастайтын адам деп ойлайсың. Сен білесің ғой мен қандай адам екенмін. Сыртқа шығып мен сені отырып не үшін жыладың деп отпаймын ғой. А мен қазір күлдіріп отсам, не үшін күлдіріп отсың дейді. Мен жаман өз-өзімді андай абьюзер сияқты сезініп кеткен бар ғой. Жаман әдет, мен білем оны жаман әдет екенін. Мінез қасқа жібермей ма? Қызғанып кетем, ішінен өртеніп, жанып, аппетитім момент тартпай қалады. Сондай болып кетті. Даже бір қызға қарап, қатысушы қыздар ренжімеңдер, бірақ сендердің ешқандай кінәларың жоқ. Біреуге бүйтіп сөйлеп қалса, внимание бөліп қалса, неге ол олай жасап жатыр деп мен өз-өзіммен іштей жыным келіп жынданамын да. Вот сондай проблемалар дұрыс емес нәрсе екенін біліп тұрмын. Тойда жүреді өзі өнер адамы. Мен де сондаймын. Ертең өз-өзіме де сұрақ қоямын, ертең мен де бір ортаға кірсем, маған осы нәрсені істесе, ертең мен де Бексұлтанның орнында болып осы нәрсені сезінемін ғой. Біліп тұрмын дұрыс емес екенін өзімдікі. Бірақ менде момент сондай нәрсе. Мен қателігімді түсініп тұрмын, өзім сондай нәрсе болып тұрғанын түсінбей, анда не істеп жоқ, менікі дұрыс істеп отқан жоқпын ғой. Атырауға кетер алдында басқа Галина болды, бірақ барлығын құртып жіберген пранк сияқты. Неше күннен бері жылады, неше күннен бері ұйықтаған жоқ. Әйел адам анда переживаниямен көп уақыт жат қалса, ана өзін шығара алмай қалады. Түсініп отыр пранк екенін, бірақ внутреннее состояние қалпына келмей тұр. Потому что мен қыз басымен Галинаны түсініп отырмын. Потому что чувствами играться нельзя. Шынымен переживать етті ғой. Ол сол состояниеда шықпай жатқан сияқты. Неге біз сені қызғанып жатыр, иә? Кім Аминамен саусақпен етеді деген сияқты. Майрадан кейін сондай асады, қалып қойды. Қалып қойғаннан кейін әрине қыз бала өзін алдай бастайды. Артында күмән неге тұр? Пранкке бола тұр. Дұрыс айтады. Бел ұсталынды ма? Ұсталынды. Құшақталған би болды ма? Болды. Пранк туралы айтып жатыр ғой, негізі мен алдында айта кеттім ғой, бұл қателік менде жасағам, негізі қиын болады ау саған 1-2 апта Галинаның бетін бері қайтару керек болады. Ана кеңесімді талай әйелдер көрдім да, күйеулері жаңа қайтыс болып кеткен. Здесь и сейчас надо жить дейді ғой. Бір күндікпен бүгін жақсы көресің ба жаңа вечерді до конца жақсы көр. Ертең күні бол мүмкін де болмайды. Бол сен бүгін жақсы ма, бүгін күнімен өмір сүр, махаббат, толықтай бәрін көрсет. Ойлама ертең күні ойлама. Ханымның барлық пікіріне қосыламын. Сосын барып Бексұлтан қасына питомец іздеген жоқ, ойыншық іздеген жоқ, ол сені қалады, сені қасынданды. Мың адамның ішінен сені таңдап алды. Сен сол үшін барымен жүр, шынымен де айтып жатқандай живи в моменте, пожалуйста. Сен екеуің үйленгеннен кейін ол бәрі бітпен жоқ болып кетеді, махаббат, сендер ұрыс керіс дейді, акта болады. Даже если расставание болатын болса да, сол моменттің өзін андай қылып күшті қылып да проживи. Мен даже айырылысқан кездерімді жақсы көремін, маған ұнайды. Солай жасашы лучше. Сол әйелдер айтып кетейінші, сол әйелдер сөзінше айтады. Мен білген жоқпын дейді, соңғы екеуміз кездесу екеуміз дейді да. Просто күйеу балам қайтыс болған да. Сестренка мен, жоқ. Она была беременна еще. Двойня, баласы да өлді. Күйеу қайтыс болған, шок болып. Екеуміз қатты ұрысып қалдық дейді да. И өліп қалды дейді. Мен ойладым, ой татуласамыз. Ондай болады деп ойлаған жоқпын. Так что қыздарға айтарым да, сендер ұрысып қалып күйеумен сендер ойламаңдар. Қазір кешке келеді татуласам деп ол келмеуі мүмкін ғой. Ой, қандай сөздер, иә.